Сәлем құрметті көрермендер, сіздермен Фредди KZ және біз бүгін Clash Royale ойнайтын боламыз. Мен арена көріп отырғандарыңызда 5-ші ойын. Бірақ менде әр ілдім ашылған жоқ қой негізі. Менде бар ғой 3-ші уровендегі мына молния ашылған жоқ. Гигантский скелет ашылған жоқ. Арбалет ашылған жоқ. Арбалетке енді ашылайын деп отырғандар. Арбалет 4-те ашылады, 4-те пекка. И мынау ашылады. Қалғандары недерде ашыладыңдар. Олар менде әлі ашылған жоқ, неге білмеймін. Қазір бір атакаға барып келейік. Өзімнің составым бар, керемет. Составта мен мынандай болса әртүрлі заттарды қолданамын. Сосын жаймендеп бүйтіп әскерлерді жібереміз. Так. Сосын мыналарды бүйтіп жібереміз, ақыры бір жұлдыз қаламыз. Осылай сразу бір жұлдыз қаламыз. Сосын міне мыналарды бүйтіп артына қойып қоямыз, өйткені алдына қойса резко ұтылмас. Мен аңғар саппен кетіп барды скелетті. Және бұларды өлтіртпейді сразу. Сосын бізге керекті принц енді керемет ситуат бұл дейді. Біз кішкене жайлымен де жүреді, ұшып барып бір соғат болды, бәрі бітеді. 500-дей жан алып дейді, бұл дейді керемет. Өзіме қатты ұнаған десек деп отыр. Яғни осындай жерде Валькирия бізге көмектеседі. Валькирия біздің ортасына кіреді жібереді, бәрін қырып жібереді. Сосын бізде пекка, мини пекка бұл жүгіреді. Ал кәдімгі пекка бізде пеккалар дейтін жайлап жүреді ғой. Ал мұнда мини пекка бұл жүгіреді яғни. Ана кімде не бар ғой? Қалай айтсам болады, мысалға Clash of Clans'тағы пеккадан айырмашылығы көп. Мысалы ол жүгіреді. Оның оның түрі басқа, айырмашылығы өте көп. Сосын біз қапылып мыналарға сөйтіп беріп отырғанда біз резко мынаны жібереміз. Мен үш құпсы қалма, не жоқ па? Мынаны жібереміз. Сосын 2 дракон білемін. Қара, бір удар бітті. Білемін. Өйтіп бақшып тұрғанда мынаяққа бір принц жіберіп. Сосын мынаяқтан көру керек негізді. Мынаяқтан да кіре берейік. Бұл жерде қазір бізге уақыт береді енді. Мен басым соңайтын мынаяққа жіберіппін ғой. Так. Бұл жерге бізге мынау керек, енді мынау керек. Давай. Принц жіберіп. Не жібереміз. Давай. Қарана ракета. Бұл ракета дейтін өте керемет зат екен. Өзіме ұнады. Мен патшам ұтылайын деп отайын. Әйтеуір 2 жұлдыз қалды, керемет. Ассасин дейді. Бұл қазақ сияқты яғни. Болмаса орыс. Сосын бізге ақшалы сыйлықтар береді. Бұл жақта состав мықты менде.
Мыналарды дамыту керек. Бұлар дамытатындар мен толып тұр. Бұларға ақшам жетпейді. Сосын бізде не бар тағы да басқа. Дружеский бойдан кіріп шығады екен. Кім? Екі адам онлайн отыр екен ішінде. 50 адамның 2 адамы онлайн отыр дейді. Біз осы кланға шығатын шығармыз. Өйткені мына кланда адамдар көп кірмейді. Ішіне кіргені бір 5-6 бола береді. Басқа кланға кіріп кететін шығармыз. Мына жердегі 13-ші уровень. Легендарный еді жүр. Өзінің несі мынандай екен. Балзар жоқ отыр жерде. Максимально 13 бәл мына жерде. 13-тің андай көшерде. Төртке барған біреу бар ма екен? 14-те ешкім болды. Кланнан бізде бір казахский клан местный. Кездейм дейді, кездейм. Нормальный клан сияқты негізі. 50 адам бөлініп тұр, кіре алмаймын. Онда өз кланымыз жүрген нормально. Чат беріп жүріп, жартылай ақша алайық. Бір атака сағасын мен өзімнің видеомды аяқтайтын боламын. Спасибо дейік. Мәссаған нағар мысал, бұда шынай пекка мұнан жоқта, бізде мини пекка мұнан берді. Қыттана көмекші жүйеге қарды. Өткені мини пекка өте мықты. Мини пекка дейм ба? Мына бір неді? Яғни шын пекка. Негізгі пекка яғни. Өте мықты бұның несі. Давайте қыру керек өшеді. Молодец, принц. Неге принцқа бір ұраттағы міне қырыпты. Разговор жоқ отады ол принц дейтін мен. Принц бар ғой, өте керемет. Осы ішінде жақсы жасалған десек болады. Маған ішінде ұнайтыны принц және де маған видма ұнайды. Сосын мына бір ракета ұнайды. Мына ракета ұнайды. Бұл дейтін рескі 500 ғырпын рескін істеп жүрді. Мини пекка малайсы жүнады ептірді. Ракетаны жинеймді отының шығарып қазір. Так, мини пекка, давай. Қараңыздар, жоқ қыл жерім, рескі той. Бум. Еппа. Неге алмай алды екен, білмей алдым. Негізі алу керек еді. Мені ақып қалды. Давай, принцип поставить. Принцип удар. 300 қыпа. Давай, принц, давай. Опа, молодец, принц. Саған. Осы міне принц дейтін өзіме қатты ұнаған. Неге серый. Мен тағы орыспен шыққан сияқтымын. Крашайлда көп адам отыр ғой деймін. Так, осы видео аяқталды, достар. Видеоңызды лайк басамыз, және де менің арнама тіркелеміз. Сіздермен болған Фредди KZ, және де қосылып болыңыздар.